الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في صفة إدام رسول الله. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның идам деген нанға қосып жейтін нәрсе ғой. Яғни нанға не қосып жеген деген сияқты. Құр нанның өзін жесеңіз, мысалға нан жеу дейді ғой. Енді соған қосып ет қосып жей ма, әлде басқа бір нәрсе қосып жей ма, соны идам дейді. Приправа дейді ғой. Кейбір кітаптарда сөйтіп келеді. Айша анамыз айтады, радиаллаху анха, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты дейді. Ни'мал идамул халлу. Жаңағыдай нанға қосып жейтін нәрселердің ең жақсысы уксус деп айтты дейді. Өткенде де біз айтқан болатынбыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам нанға уксус қосып жегендігі туралы. Иә, қара нан ғой. Ол нан кешегі бапта айтылды наны. Арпа нан, арпа. Нуъман ибн Башир радиаллаху анху өзінен кейінгі келе жатқан табигиндерге айтты дейді. Яғни сахабалардың көзін көрген, бірақ пайғамбарды көрмеген табигиндерге айтып, «Аластум фи таамин ва шарабин ма ши'тум». Сендер тамақтан да, жаңағы ішетін нәрселерден де қалағандарыңды жеп, қалағандарыңды ішіп жатқан жоқсыңдар ма дейді. «Лақад раайту набиякум». Ал мен болсам сендердің пайғамбарларыңды көрдім дейді. «Уама яжиду минад дақали ма ямлау батнаху». Ол жаңағы құрманың өзін қарын тойдыратындай мөлшерде таппайтын еді дейді. Онда да мына жерде дақал деген ең төменгі сорт құрма ғой. Соның өзін қарынын тоятындай етіп жейтін мөлшерде таппайтын еді. Сендер болсаңдар бүгін қалағанды жеп, қалағандарыңды ішіп жатсыңдар дейді. Енді осының шархында келеді, жаңағы сахаба бұны не үшін айтып жатыр? Яғни сәл шектеу қойыңдар тамақтарыңа деген мағына дейді бұл жерде. Пайғамбарларының жаңағы өмір салтын ұмытпаңдар деп, сол үшін де бұл жерде пайғамбарымыздың деген жоқ, сендердің пайғамбарларыңды көрдім деп, оларға бұл сендерге үлгі емес па деген мақсатта айтып жатыр дейді. Захдам әл-Джарми деген сахаба айтады, радиаллаху анху, «Күнна инда Аби Муса әл-Аш'ари», радиаллаху анху. Біз Абу Муса әл-Аш'аридің үйінде болдық дейді сахаба. «Фаутия билахми даджажин». Сол кезде дастарханға тауықтың еті келді дейді. Тауықтың еті. «Фатанахха раджулун минал қауми». Сол кезде арамыздағы біреу тартынды дейді. Әлгі тауықтың етін жегісі келмеді дейді. Сосын не болды деп сұрады дейді Абу Муса әл-Аш'ари. Сол айтты дейді, «Инни раайтуха таъкулу шай'ан фахалафту ан ла акулаха». Мен оның, яғни жаңағы тауықтың бір нәрсе жеп жатқанын көріп қалдым. Дәл ол тауықтың емес, жалпы тауықтың бір нәрсе жегенін көрдім. Енді бір жағымсыз нәрсе жеп жатқанын көріп қалған ғой. Сөйттім де бұдан былай тауық жемеймін деп нәзір еттім дейді. Өзі, яғни жаңағы уәде еткен ғой өз-өзіне. Бұдан былай тауық жемеймін деп. Сонда Абу Муса айтты дейді, радиаллаху анху, «Удну фа инни раайту расулаллахи яъкулу лахмад даджаж». Жақында, яғни келіп же, өйткені мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тауықтың етін жеп жатқанын көргенмін деп айтты дейді. Сол үшін де мынау Ханафи мазхабында тауықты, мысалға жайылып жүрген тауықты сойып жеместен бұрын бір 3-4 күн немесе бір апта оны қамап қою керек дейді. Өзің қолдан жем беріп, сосын барып сойып жеу. Өйткені жаңағыдай таза үшін, тазалық үшін да ол да жаңағыдай нәрселерді жеп қойып деген сияқты. Сафина деген сахаба айтады, радиаллаху анху. Бұл Сафина деген кеме деген сөз ғой, мағынасы. Бір күні пайғамбар алейхиссаламмен бірге сапарға шықтым дейді осы Сафина деген. Пайғамбарымыз қызметшісі болған ғой.
сөйтіп аты негізі басқа, атын ұмытып отырмын. Сөйтіп жаңағы жинап бір жерге отырып жаңағыдай шай тамақтарын ішіп жүктерін бәрін шығарады ғой. Соны қайтадан енді ана жүктерді жинап көтерейін десек көтере алмадық дейді. Бәрі көтере алмады дейді. Сосын мен келіп қасына көтерейін деп жатқанда пайғамбар алейхиссалам арқамнан қағып, сен деген кемесің ғой, көтер деп айтты дейді. Содан анау қанша адам көтере алмай жатқан жүгін көтеріп алдым дейді, емін еркін. Содан кейін ешқандай нәрсені арқама салған кезде бір ауырлық сезбейтін болдым дейді. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалам мұғжизасы да бұл. Содан кейін жаңағы 5-6 адам, 8 адам затын көтеріп кете беретін болған ғой өзі. Содан пайғамбар алейхиссалам оны сафина деп, яғни кеме деп атаған. Сол айтады: Акальту ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам лахма хубара. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламмен бірге хубара деген құстың етін жедім дейді. Хубара деген дуадақ деген мағынасы. Қырғауылға ұқсайды шамалы. Жоқ, қырғауылға ұқсайды шамалы, аяғы ұзындау бірақ. Не дейтін еді жаңағы? Дроф дей ма? Орысша дейді, драфа дей ма? Сондай құс қой. Сондай құстың етін пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламмен бірге жедім дейді. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтады: пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты дейді: Кулу зайта ваддахину бихи фа иннаху мин шажаратин мубарака. Зайтун майы бар ғой, соны жеңдер, соны бастарыңа, шаштарыңа жағыңдар, өйткені ол берекелі ағаш деп айтты дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осыны деп айтқанын естіген. Енді жаңағы жаңағы алдағы хадистерде пайғамбар алейхиссалам құстың етін жегендігі туралы айтылды. Енді мынау жаңа өсімдіктерге көшті ғой. Жаймен қазір малдың етіне сөйтіп келеді. Анас ибн Малик айтады радиаллаху анху: Кана набию юъжибуху дубба. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынау өсімдіктердің ішінде, көкөністердің ішінде, кабачок дейді ғой, жасыл қиярға ұқсайтын, сары да болады, жасыл да болады. Қазақшасы қалай еді? Сол қауақ па, соны жегенді жақсы көретін дейді. Сол көкөністің сол түрін жақсы көретін. Фаутия би таамин ау ду'ия лаху фажаалту ататаббауху фаадауhu байна ядайхи лима а'ламу аннаху юхиббу. Сонда бір күні пайғамбар алейхиссаламмен тамақ жедік дейді. Анас ибн Малик айтады. Енді Анас қызметшісі болғаннан ертіп жүреді ғой қасына барлық жерге. Сөйтіп жаңағы тамақтың ішінде не бар екен дейді. Жаңағы қауақ бар екен дейді. Сөйтіп мен пайғамбар алейхиссалам оны қатты жақсы көретінін білдім де, ана әр жерден тертіп пайғамбардың алдына қарай ысырып отырдым дейді. Жабир ибн Тариқ деген сахаба айтады: Дахалту аля набии фараайту индаху дуббаан юқатта. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның үйіне барған кезде жаңағы ненің қауақтың туралып тұрғанын көрдім дейді. Сосын бұл не, яғни неге бұл бүйтіп туралып тұрғансыңдар деп сұрап едім. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нукассиру бихи таамана. Біз осылай тамағымызды көбейтеміз деп айтты дейді. Жаңағыны қосып әйтеуір тамақты көбейтеміз деп айтты дейді. Тағы бір риуаятта Анас ибн Малик радиаллаху анху сондай бір пайғамбарымыз алейхиссаламды үйіне қонаққа шақырды дейді. Мен де еріп бардым дейді. Сол кезде дастарханға жаңағы арпаның наны, сосын ішінде кептірілген ет бар ғой, қақтайды, сүр ет. Ішінде сүр ет пен жаңағы қауақ, туралған қауақ бар дейді. Сондай тамақ жедік дейді. Фараайтун набия ятатаббау дуббаа хавалайл қас'a. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы алдына салынған тамақтан ішінен жаңағы қауақтарын теріп жеп отырған көрдім дейді. Фалам азалу хиббу дуббаа мин яуми идин. Сол күннен бастап мен де ол жаңағы қауақты жақсы көретін болдым дейді. Не дейді? Кабачок. Қазақшасы қауақ дейді ғой. Айша анамыз радиаллаху анха айтады: Кана набию юхиббул халуа вал асал. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тәтті нәрселерді, оның ішінде балды жақсы көретін дейді. Әрине бар болған кезде де, ол да анда-санда ғана болатын болған үйінде.
Умму Саламада радиаллаху анху айтады: "Қаррабту иля Расулиллахи джамбан машуиян фа акала минху." Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға ешкінің еті джамб деген қолтық жағы бар ғой, қабырға мен ненің жаңағы алдыңғы сирақтың орта жақтары жұмсақ ет болады сол жерде. Соны пісіріліп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бердім дейді мүміндердің анасы. Сосын ол оны жеп болып намазға тұрды, екі ортада дәрет алған жоқ дейді. Жалпы мынадай бір хадистер бар ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, егер отқа піскен, от тиген жалпы тамақ жесеңдер, онда одан кейін дәрет алыңдар деген. Өйткені ол дәретті бұзады деген. Бірақ осы хадис және осыдан кейін қазір көптеген хадистермен ол мансұқталған. Яғни ол үкім жойылған. Сол үшін де айтып жатыр, сол үкімнің жойылғандығын көрсетіп, пайғамбар алейхиссалам жаңағы етті, отқа піскен етті жегенімен жаңа намаздың ортасында дәрет алған жоқ. Ананы жеді, намаз оқыды, яғни дәретті бұзған жоқ ол деп, пайғамбар алейхиссалам кейбір хадистерде ең соңғы ісі, яғни өмірден өтетін кезіндегі ісі, бұл жаңағы отқа тиген, отқа піскен нәрселерден дәрет алмауы дейді. Яғни жаңағы хадистің мансұқталғанын, үкімі жойылғанын білдіреді бұл хадистер. Абдулла ибн Харис айтады: "Акална ма Расулиллахи шиуаан бил масджид." Біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен мешітте шиуа деген мындай тоже кәдімгі оттың өзіне пісірілгенше, жалындағы оттың несіне, жалынына піскен тамақ қой, ет. Былайша шашлык сияқты ғой, отқа піскен ет. Соны жедім дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге. Муғира ибн Шуъба радиаллаху анху: "Дифту ма Расулиллахи зата лейлатин." Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге қонаққа бардым дейді. Фа утия би джамбин машуийин, жаңағы қабырғаның тұсындағы ет дедік қой, жаңағы жұмсақ ет, соны отқа пісіріп алып келді дейді. Сумма ахада шафрата фа жаала яхуз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пышақ алып, жаңағы етті турай бастады дейді. Фахаззали биха минху, маған оның ішінен жаңа еттен турап үзіп маған алып берді дейді. Сөйтіп жатқанда фажаа билалун юзинуху бис-сала, Билал келіп азан айтты дейді. Яғни намазға шақырды дейді. Фаалқа шафарата фақала ма лаху тарибат ядах. Мына жерде тарибат ядах деген бір сөз бар. Мағынасы қарғыс, бірақ ол меңзелмейді. Былайша айтқанда, ой, тілеуің келгір деген сияқты сөз ғой. Бұған не болған деп жаңағы, яғни тамақ келіп тұрған кезде намазға шақырған несі деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Сөйтті де пышақты тастады дейді. Уакана шарибуху қад уафа. Сол кезде Билалдің мұрты өсіп кеткен екен дейді. Уафа болғанда мына жерде мына еріннің қызылы бар ғой. Еріннің қызылын жауып тұрған екен, жауып тұр екен дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтты дейді: "Aqussuhu лака аля сивак", немесе "Qussаху аля сивак". Енді рауиде осылай екі түрлі келеді. Мен сенің мына мұртыңды мисвакпен қысқартып беремін деп айтты. Немесе өзіне мисвакпен қысқарт деп бұйрық берді дейді. Жалпы бұл хадистен түсінетініміз, шарқта келеді қазір. Мынау тамақ келіп тұрған кезде, тамақ келіп дайын тұрған кезде, намаздың әлі уақыты бар болса, мысалға бесін намазы енді кіріп жатыр деген сияқты. Ол кезде бірінші тамақ жеп алып, сосын барып намаз оқыған абзал. Өйткені жаңағыдай алдына тамақты әкеліп енді турап жатқан кезде намазға тұрып кетсе, оның ойының барлығы неге кетіп қалады ғой. Енді пайғамбар ондай болмайды ғой, бірақ басқа бізге қатысты нәрсе де бұл. Бірақ Билалға жаңағыдай ескерту жасады. Неге ол тамақ келіп тұрған кезде намазға шақырып жатыр деп. Енді тағы бір мәселе, мына жерде бір хадис бар екен. Етті пышақпен кеспеңдер, өйткені ол жаңағы ажамдардың сондай жаңағы өзге дін өкілдерінің, немесе жаңағы римдіктер болсын, солардың ісі деп пайғамбар алейхиссалам айтқан екен дейді. Бірақ ол хадис өте бір әлсіз, тіпті өтірік болуы да мүмкін. Хадис болғанның өзінде де мына жерде пайғамбар алейхиссалам пышақпен кесіп жатқандықтан ол хадис мансұқ болады дейді шархында. Содан соң жаңа мұртқа байланысты мәселе, жалпы Ханафи мазхабынан басқа мазхабтар, әсіресе Малики мазхабында мұртты қысқартады.
қысқартады. Қысқартқанда мына қызыл ерінді жаппайтындай болып тұру керек. Оны жапса ол макрух болады. Ерінге түсіп кетсе ол макрух болады. Ал Ханафи мазхабының бұрынғы көне ғұламаларының пәтуасы бойынша оны қырады. Еттің ағы көрініп тұру керек дейді, дененің дұрысы, абзалы. Бірақ кейінгі ғалымдар хадистердің көбінде қысқарту деп келген. Сондықтан жаңа Билалға да айтқан кезде оны қысқарту деп келген, сондықтан ол қысқартып қойған абзал дейді. Жалпы қалай алсаңыз да бәрі де сүннет. Түсінікті ғой, Ал мисуак дегені жаңағы мына ерінге мисуакты қойып тұрып алу ғой. Мына ерінге пышақ тиіп кетпесін деп, жаңағы пәкі ерінге тиіп кетіп, ерінді жараламасын деп, мына ерінін жауып тұру мисуакпен. Сосын содан шығарып, болмаса бүйтіп көтеріп тұрып па мисуакпен. Жалпы шарықта келеді, мына ерінін жаралап алмас үшін дейді. Мисуак. Аля мисуак деп келген ғой енді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, енді келесі риуаяттарда пайғамбар алейхиссалам ет жеуі, жаңа туралы келді, жеуі туралы келеді. Утиян набию билахмин фаруфиа илейхи зирау ва кана ту'джибуху фанахажа минха. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ет қойылды дейді алдына, дастарханға. Сөйтті де ол оған ішіндегі жаңағы алдыңғы қолды дейді енді арабтар оны. Алдыңғы сирақ бар ғой, малдың қол дейді ғой, сол қолы, ішінде бір жұмсақ жер бар ғой, тез пісетін, сонысын алып берді дейді. Өйткені пайғамбар алейхиссалам соны жақсы көретін еді дейді. Сахабалар да білді де, сол еттің ішінен сол жерін алып берді дейді пайғамбар алейхиссалам. Оны қолына алып тісімен жеді дейді пайғамбар алейхиссалам. Яғни аузымен жеді дейді, қолмен үзбестен былай бірден аузына салып жеді дейді пайғамбар алейхиссалам. Және риуаятта көбінде дәл сол жерін жақсы көретіндігі туралы келген. Тіпті мына Ибн Масудтың риуаятында қайтыс болар кезінде пайғамбар алейхиссаламның енді ажалына себеп болған улады ғой бір яхуди келіп. Дәл сол етті улап алып келген екен да. Өйткені білген ғой пайғамбар алейхиссалам соны жақсы көретінін. Енді бұл жерде әрине өткен риуаяттарда да келді, мынау әхлі кітап иелерінен сыйлық келсе, адал тамақ келсе алуға болатындығы туралы айттық қой. Сол сияқты пайғамбар алейхиссалам бір яхуди өстіп әкеп берген, оны улап әкеп берген да. Оны білмегендіктен пайғамбар алейхиссалам содан дәл сол ет дейді, былайша айтқанда сол уланған ет дәл сол жері дейді жаңағы. Абу Убайд радиаллаху анху айтады, мен пайғамбар алейхиссаламға қазанға салып ет пісіріп үйге шақырдым дейді пайғамбар алейхиссаламды. Ол жаңағы жерін, ненің малдың қолын жақсы көретін еді дейді. Фанавалтуху зира, мен сол жерін оған алып бердім дейді жаңағы қазанның ішінен. Сумма қала науилни аззира, содан кейін тағы да маған қолын алып бер деп сұрады дейді пайғамбар алейхиссалам. Сосын мен тағы алып бердім дейді. Сосын үшінші рет қолын алып бер деп сұрады дейді пайғамбар алейхиссалам. Сосын мен Алланың елшісі, жаңағы ешкінің неше қолы болатын еді деп сұрадым дейді. Екеуін де алып берді ғой. Пайғамбар алейхиссалам үшінші рет сұрап тұр. Сосын неше қолы болатын еді деп сұрадым дейді пайғамбар алейхиссалам. Сонда валлази нафси биядихи лау сакатта ланавалтани зира'a ма да'уту. Жаным қолында болған Аллах тағаланың атымен ант етейін, егер мен сұраған сайын алып бере бергенде оның ішін шыға беретін еді деп айтты дейді. Бұл жерде көп шарықтарда, енді бұл ғана емес, басқа да шарықтарда келеді. Әлгі сахаба пайғамбар алейхиссаламға орынсыз сұрақ қойып бір әдепсіздік танытқанның себебінен бір көрінейін деп тұрған мұғжизаны көре алмай қалды дейді. Бір мұғжиза болайын деп тұр еді ана жерде. Сұраған сайын үндемей алып бере бергенде ол шыға беретін еді. Әйтпесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біледі ғой бір малда екі ақ қол болатынын. Осы жерде бір сәл не болды дейді да, бір орынсыз сұрақ болды дейді. Соның себебінен ол көрінейін деп тұрған, бір болайын деп тұрған мұғжизаны болдырмай қойды. Ауылда да осы айтып кетеді ғой. Иә. Орысшасы лопатка дейді ғой, лопатка деп келеді. Иә, кәтиф деп те келеді, иық деп, не деп Құранда, хадисте. Бірақ көп риуаяттарда осы келеді да. Айша анамыз радиаллаху анха осы дәл жаңағы жердегі етін не үшін жақсы көретіндігінде айтып былай дейді. Пайғамбар алейхиссаламның үйінде ет
анда-санда ғана болатын дейді. Енді ет келген кезде ол тезірек сол етті жеу үшін жаңағы жерін жақсы көретін еді де, тез піседі ғой. Сол үшін жаңағы қолын жақсы көретін еді деп себебін де осы жерде келтіреді. Бірақ енді бұл жерде Айша анамыздың сөзінде ол жақсы көргендіктен емес деген сияқты мағынада келеді да. Пайғамбар алейхиссалам жаңағы жердегі қолдың етін жақсы көргендіктен емес, тез пісетін болғандықтан артық санайтын еді деген сияқты қылып келтіреді. Енді мына шарықтаған ғұламаларымыз айтады, бұл жерде Айша анамыз пайғамбар алейхиссалам өтіп жаңағындай басқалар сияқты мына тамақты жақсы көремін, мына тамақты жақсы көрмеймін деген сияқты не болған жоқ деп, былайша айтқанда пайғамбарымызды пәктегендегісі дейді да. Ал бірақ ғалымдарымыздың барлығы айтады, ол керісінше пайғамбардың бойында мысалы басқа адамдар сияқты бір қасиеттердің, сипаттардың болуы, ол қайта толық кемелдіктің белгісі дейді да. Мысалға негізі қалыпты, былайша айтқанда дені сау адам кейбір нәрсені ұнатуы мүмкін, кейбір нәрсені жақсы көрмеуі мүмкін, ол адамға тән нәрсе ғой. Яғни адамға тән нәрсенің болуы ол пайғамбар алейхиссалам кемшілік емес дейді жалпы. Яғни жақсы көрген, ол жақсы көрген, өткен риуаятта да келіп ахаббу, яғни ең қатты жақсы көретіні деп келген дейді. Сол сияқты омыртқасы да туралы келген, жаңағы малдың омыртқасында пайғамбар алейхиссалам жақсы көрген. Умму Хани радиаллаху анха айтады: "Дахала алейя ан-набию саллаллаху алейхи вассалам." Үйге пайғамбар алейхиссалам келді дейді. "Аиндаки шейун?" Яғни үйде бірдеңе бар ма деп сұрады дейді. "Ла илля хубзун ябисун ва халлун." Кепкен нан мен уксустан басқа еш нәрсе жоқ деп айттым дейді. Сонда пайғамбар алейхиссалам: "Хати, алып кел, ма афқара байтун мин удумин фихи халлун." Жаңағы үйінде уксусы бар үй, ол кедей емес деп айтты дейді. Соның өзі ол жетеді деп айтты дейді. Уксус, ештеңе жоқ деді ғой, өйткені үйде бірдеңе бар ма дегенде ештеңе жоқ, жаңадан басқа деді да. Енді уксус бар үй, ол кедей емес деді да пайғамбарымыз. Сол сияқты мына жерде көжені де, көже болғанда ол жерде кәдімгі біздікіндей күріш көже емес, нанды кептіріп, жаңағы үгітіп, сол сорпаға араластырып, сондай көже істейтін болған ғой сол кезде. Соны да жақсы көретін болған дейді пайғамбар алейхиссалам. Тіпті Айша анамызды салыстырып басқа әйелдерімен, яғни Айшаның басқа әйелдерінен артықшылығы жаңағы көженің басқа тамақтардан артықшылығы сияқты деп жаңағы айтқан дейді. Өйткені дәл жаңағы көжені басқаларға қарағанда жақсы көреді екен, тамақтың басқа түрлеріне қараған кезде. Сол сияқты соған салыстырып айтқан бір риуаят бар, Анас ибн Маликтен жететін. Айшаның басқа әйелдерінен артықшылығы жаңағы көженің басқа тағамдарынан артықшылығы сияқты. Яғни сорпаға жаңағы нанды, кепкен қатқан нанды үгітіп, соған байшылыққа нанды жібітіп жейді ғой, соны айтады екен сәрид деп. Білмеймін. Сальма радиаллаху анха айтады, пайғамбар алейхиссалам руайларынан: "Аннал Хасана ибн Алийин ва ибн Аббас ва ибн Джафар." Жаңағы Алидің баласы Хасан, пайғамбар алейхиссалам немересі, Ибн Аббас, Джафардың баласы дейді. Бұлардың барлығы жас сахабаларда пайғамбар алейхиссаламды кішкентай кездерінде көрген, көп нәрсе естерінде жоқ. Ал Ибн Аббастың осындай еді, осындай болды деп жеткізіп жатқандарының барлығы ол сахабалардан естігендері. Ол жаңағы ортадағы бір адамды түсіріп тастап, бірден пайғамбардан жеткізе береді Ибн Аббас. Өйткені пайғамбар алейхиссалам көрген кезде ол кішкентай бала болған. Бадыр соғыс кезінде мүлдем ол дүниеге келмеген да. Бірақ ол нәрселерді риуаят ете береді, сахабалардан естігендіктен. Енді сол үшеуі келіп бізге пайғамбар алейхиссаламның жақсы көріп жейтін тамағын істеп берші деп айтты дейді. Басқаларынан артық санап, пайғамбар алейхиссалам жақсы көретін тамақтарын істеп берші деген кезде ол: "Ей балдар, сендер оны бүгін жемейсіңдер" деп айтты дейді. Қазір сондай тоқшылық заман, кеңшілік, тамақтың түрі бар, әртүрлі тамақтар жеп көрдіңдер, одан кейін ана тамақ жемейсіңдер сендер деп айтты. Сонда да жоқ, біз жақсы көреміз пайғамбар жегендіктен, көргіміз келіп тұр, жегіміз келіп тұр дегесін
қоймағасын енді алып келді дейді. Сөйтті де бір ыдысқа, жаңағы қазан құсаған бір ыдысқа кепкен нанды жаңағыдай үгітіп, шамал зәйтүн майын араластырып, сосын мына жерде жаңағы горох құсаған бір нелер бар, дақылдар. Шамал солардан қосып, сөйтіп әкеп берді дейді. Міне пайғамбар алейхиссалам осы тамақты жақсы көретін еді деп. Сөйтіп көрсетті дейді. Сол сияқты мына жерде тағы етке байланысты айтылған риуаяттар. Міне Уммул Мунзир айтады, радиаллаху анха, үйге пайғамбар алейхиссалам мен Али келді дейді. Сол кезде мына қабырғада не ілініп тұрған дейді. Құрма өсіп тұрған құрма бар ғой, соның бір бұтағын сындырып па, сөйтіп әкеліп қояды нелерімен бірге, жаңағы жемістерімен бірге. Сөйтіп ол сол жерде тұрып, үйде кебе ма, жалпы кепкен құрма ғой енді. Соны Али екеуі жей бастады дейді. Сонда Алиге айтты дейді: "Ей Али, мынаған бір нәрсе қосып же" деп айтты. Сол кезде жаңағы силк дейді, ол да бір сондай өсімдіктің түрі, соны жаңағы езіп, сұйықтау бір не ғой, езген кезде шамалы сұйықтық шығады. Соны жаңағы құрмаға араластырып берді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Жалпы пайғамбар алейхиссалам құрманың өзін ғана жей бермей, кейде соған басқа да өсімдіктерін араластырып жейтін болған. Тіпті оған қарбыз араластырып жегендігі туралы да алдағы баптарда риуаяттар келеді. Сол сияқты Айша анамыз айтады, пайғамбар алейхиссалам үйге келетін дейді азанда. Сөйтіп үйде бір нәрсе бар ма деп сұрайтын дейді. Мен егер ештеңе жоқ десем, тіпті нан да жаңағыдай таңғалып айтты, өйткені нан мен уксус бар үй, ол кедей үй емес деді. Тіпті ол да болмай қалатын күндер болған ғой енді. Ештеңе жоқ дейтін болса, пайғамбар алейхиссалам онда мен оразамын деп айтатын болған. Бұл жерде енді уисал деген ораза бар. Ол пайғамбарлардан басқаларға рұқсат емес. Мысалға аузын ашпай келесі күн бірден оразасын тұтып кетуші. Ол жалпы пайғамбарымыз алейхиссалам солай істеген болса да, басқа мысалы бізге қазір ол рұқсат емес, ол тыйым салынған да ондай оразаның түрі. Сол сияқты пайғамбар алейхиссалам жаңағы егер жейтін еш нәрсе болмаса, мен оразамын деп ертеңгі оразаны жалғастырып кеткен риуаяттарда. Сол сияқты жаңа құрманы нанға араластырып жегендігі де туралы риуаяттар келеді. Енді соңғы маяқта келесі екі ақ хадис бар екен, сол бапты да өтіп кетейік. Бұл енді пайғамбар алейхиссаламның жаңа наннан басқа не жеді дегенде түрлі жаңа нанға қосып жейтін еті бар, жемісі бар, солар келген риуаяттар келген бап қой енді. Келесі бапта пайғамбар алейхиссаламның жаңағы тамақ жеу алдында қолын жуу туралы келген риуаяттар. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Анна Расулуллахи хаража минал хала." Пайғамбар алейхиссалам түзге барып келді дейді, яғни дәрет сындырып келді. Фақурриба илейхи таам, сосын алдына тамақ алып келді. Біреулер тамаққа келген ғой енді. "Ала на'тика биwadu", сосын дәрет алатын, ваду деген мынандай дәрет алатын ыдыс. Құман болсын, басқа болсын. Жалпы құман әкелейік па деп айтты дейді дәрет алуға. Сонда пайғамбар алейхиссалам: "Иннама умирту бил вудуи иза қумту иля сала." Маған дәрет алу намазға тұратын кезде ғана бұйырылды деп айтты дейді. Яғни тамақтың алдында маған дәрет алу бұйырылған жоқ дегені ғой. Бірақ келесі хадисте пайғамбар алейхиссалам айтады, бұл Салманнан жетеді. Салман деген өткендегі сахаба. Сол айтады: "Қараату фит таурати анна бараката таами ал-вудуу ба'даху." Мен Таураттан, енді бұрын жаңағы көне кітаптарды оқыған сондай ұстаздары болған деп айттық қой исламға дейін. Мен Таураттан тамақтың берекесі тамақтың алдында және одан кейін қол жуу деп оқыған едім дейді. Жоқ, тамақтың берекеті тамақтан кейін қол жуу деп оқыған едім дейді. Ал-вудуу ба'даху деп келді. Сосын соны пайғамбар алейхиссаламға есіме түсіп айттым дейді, Тауратта осындай бар еді деп. Сосын пайғамбар алейхиссалам: "Баракату таами ал-вудуу қаблаху вал-вудуу ба'даху" деп айтты. Тамақтың берекесі оның алдында да қол жуу, кейін де қол жуу. Енді мына жерде уду дәретті де қамтиды, мағынасы дәретті де білдіреді, бірақ шарықтағы ғалымдарымыздың түсіндіруінше ол қол жуу дейді.
Яғни ол жаңа Таураттан тамақтан кейін қол жуудың тамақтың берекесі сондай екенін оқыған болса, пайғамбар алейхисаламнан сұраған кезде ол не деді дейді? Тамақтың берекеті тамақтан алдын қол жуу және кейін қол жуу деп айтты дейді. Енді мына келесі бапта пайғамбар алейхисалам тамақ алдында кейін айтқан дұғалары бар, оны иншалла ертең өтеміз. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.